Бауыржан Момышұлының кітаптарын көруге келген. Жақсы, жүреміз. Шығармасы Бауыржан Момышұлының қанмен жазылған. Бауыржан Момышұлының қандай шығармасы керек? Генерал Панфилов деген шығармасы бар ма? Бар, қазір оқып көріңіз. Оқырманға генерал Иван Васильевич Панфилов менің ұстаздарымның бірі. Мен ол кісіге қарыздар емеспін, парыздардың бірі. Қарыз бен парыздың айырмасы моральдық жағынан есептеледі. Иван Васильевич Панфилов 1918 жылдың октябрь, ноябрьінде Чапаев дивизиясының бірінші Саратов атқыштар полкында взвод командирі болыпты. 1919 жылдың март, августында Шығыс майданда сол полктың құрамында взвод командирі, кейін рота командирі болып, Колчакқа қарсы күреседі. Аға лейтенант Момышұлы, жолдас, сіз боласыз ба? Деп сұрады генерал сәл қаңқыған. Мен, деп жауап берді. Менің фамилиям Панфилов, деп өзін-өзі таныстырды генерал. Танысып қояйық, аға лейтенант жолдас, деп генерал маған қолын ұсынды. Бауыржан Момышұлының Панфиловты алғашқы көргені туралы естелігінен. Генерал бері бұрылды. 2 квадрат түрінде алынған мұртында ақ шаш көрінбейді. Жақтары шығыңқы. Сығырая қарайтын көздері қия біткен моңғол тектес. Ішімнен татар ма деп ойладым. Осы кездесуден кейін Бауыржан Панфиловтың баласы Панфилов Бауыржанның әкесі секілді болып кетті. Ең қызығы, жаңа басшы асау қазақты бұғалыққа салып, жөнге келтіруге тырысқан да жоқ. Керісінше, оның бойындағы тәуелсіздікті, тұлғалықты, шешім қабылдау қабілетін мейлінше мәпеледі. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында генерал атағын алып үлгерген Иван Панфиловтың әскери тактикаға қосқан басты жаңалығы осы еді. Это была настоящая интернациональная дивизия. В составе нашей дивизии был представитель 36 национальностей народов. Мы, панфиловцы, гордимся, что именно мы, панфиловцы, мы воевали под командованием этого скромного, тихого, умного, замечательного русского генерала Ивана Васильевича Панфилова. 1941 жылдың 18 қарашасы күні Гусенева деревнясында мәскеулік корреспонденттермен бірге жергепеден шығып келе жатқан генералдың қасында минометтік мина жарылды. Жарықшақ генералдың самайына тиді. Панфилов қолтықтай бергендерге саспаңдар, мен өлмеймін деді де көз жұмды. Лобачев Панфилов туралы естелігін былай деп дейді. Я, Панфилов сондай еді. Ол жау жүрек, батыл болар. Қауіп қатерді өзінің қаһарман гвардейстерімен бірге көреді. Ол отан үшін өліп барамын деген соңғы сөзін айтып, жан